дәл қазір ауыр күйзелісте отырсаңыз, немесе қарызға белшеңізден батып, несиеден көз аша алмай отырсаңыз, немесе денсаулығыңыз сыр беріп, еш нәрсеге шамаңыз болмай жатса да, тіпті жан жағыңызда бірде-бір жанашыр адам болмаса да, бір нәрсені ұғып алыңыз. Қандай қиындықпен жолықсаңыз да, сіз сол қиындықты жеңіп қана қоймай, оны орасан үлкен өзіңіздің күшіңізге айналдыра аласыз. Өзіңіздің бағыңызға айналдыра аласыз керек десеңіз. Себебі бұл дүниеде адам баласына еш нәрсе жайдан жай берілмейді. Неше түрлі қиындықтармен жолығуыңыз мүмкін. Бірақ ең алдымен бір нәрсені ұғып алыңыз. Сіз өміріңізді жақсы жаққа қарай өзгерте аласыз. Неге көпшілік ешқандай әрекет етпейді өмірін өзгерту үшін? Себебі олардың бойында сенім жоқ. Оларда үміт жоқ. Үмітті ешқашан үзбеу керек. Үзбегеннің белгісі ол адам әрекет етеді. Белгілі бір қиындыққа жолыққан кезде, егер адамның бойында шынымен де жақсылықтан үміті болса, ол міндетті түрде әрекет етіп, қалаған нәтижесіне қол жеткізе алады. Ең бастысы берілмеңіз. Жақсылыққа сеніп, әрекет етіңіз. Әрекетіңіз міндетті түрде береке әкеледі. Ең алдымен өзіңіздің бақытқа лайықты екеніңізді аңғарып, әрекет етуден ешқашан тайынбаңыз.